мен Ая. Ал енді жылдамдықты өтетеміз. Қане, Әли, бұның не? Сен не істедің? Бәрін бүлдірдің ғой. әдейі істеген жоқпын ғой. Әдейі істедің. Атама айтам. Жолдың бойына ойнамау керек еді. Қайдағы жол? Мен әдем қорған жасап қойғам. Бұл менің машинам жүретін жол ғой. Жол бойына қорған салуға бола ма екен? Жол ережесін сақтау керек, Аятай. Атам да солай дейді ғой. Қайдағы ережені айтасың? Сен үнемі сөйтесің. Өзің ойын ережесін сақтамайсың. Бәрің бүлдіресің. Жыламашы, Ая. Ойында жылауға болмайды. Не болып қалды, Аятай? Неге жылап отырсың? Әли ғой, машинасымен. Құлыным-ау, не дейді? Машинамен дейді? О қалай? Әлижан-ау, түсіндірші, не болды? Аятай, еш жерің ауырмай ма? Байқамай қалдым, ата. Жоқ, ата, ауырмайды. Маған емес, мен мына жерге жинап отырған текшелерге соқты ғой, ата. Текшелерге де? Солай ма? Әлижан-ау, олай жасауға болмайды ғой. Ая сенің қарындасың. Бір-біріңмен әрдайым тату болуларың керек. Тату? Ата, тату деген не? Тату? Тату болу деген ынтымақта болу. Бір-бірін сыйлау, жақсы көру, ренжітпеу дегенді білдіреді. Тату, жақсы сөз екен. Қызық, тату. Солай, балапандарым. Ынтымақпен тату тәтті өмір сүргенге не жетсін шіркін. Барлық берекелі жақсы іс татулықтан, ынтымақ, бірліктен бастау алады. Тату тәтті үйдің тағамы тәтті деген халқымызда нақыл сөз де бар. Түсіндің бе, Әли? Түсіндім. Жақсылап есіңе сақтап алшы, Әли. Өтінем, сенің ұмытшақтығың бар. Ая, кішкентай бала емеспін ғой. Түсіндік әрине, түсіндік қой. Құлындарым-ау менің. Әлидің ақылы көп, жігіт қой. Ата, анау қолыңыздағы қорапта не бар? Ұмытып барады екем ғой. Бұны сендерге қаладан беріп жіберіпті. Қаладан? Иә, қаладан. Әке мен анашым беріп жіберген ғой. Иә. Ата, ашып көрмейміз бе? Иә, тез ашайықшы. Жарайды, ашайық, көрейік. Иә, көрейік. Не жіберді екен, Ата, бұл не? Түсінбедім. Қисық. Бұл не болды екен? Қызық. Мынау. Қане? Ата, мынау ақ төстің көзіне ұқсайды екен. Ал мынау менің көжегімнің көзі сияқты. Меніңше мыналарда суреттер сияқты. Бірақ майдалап, қиып-қиып тастаған. Иә, ата? Қисық қып неге қиған? Не үшін? Әли, Ая, бұл жай қиынды ғана емес сияқты. Қараңдаршы, әр бөлшекте жартылай суреттер бар. Мінекей, мына жерде көздің суреті, ал мына жерде құлақтың суреті. Иә, солай сияқты. Дәл солай. Бұл пазл деп аталады. Пазл ғой. Пазл? Пазл бұл ойынның түрі. Иә. Адамның ойлау қабілетін арттыратын жақсы ойын, балапандарым.
ойын дейді. Асыл. Асыл. Оны қалай ойнайды? Мына үлгі суреттерге қарап, мына бөлшектердің қиынды пішіндерін сәйкестеп, тура үлгідегідей етіп суретті құрастырып шығу керек. Міне бұлай. Иә, сәйкес келді. Ал мынаны бұлай қойсақшы. Жарайсың аға, дәл таптың. Мен түсіндім ата. Оп-оңай екен ғой. Солай ма? Мен де түсіндім. Ақылдарыңнан айналайын, балапандарым. Олай болса, мен барайын. Ал сендер өздерің ойнай беріңдер. Жақсы ата. Ау бұлай. Бірақ суреті сәйкес келмейді. Әли, сәйкес келмейтін сияқты ғой. Бұлай болса ше? Жоқ ая, сәйкес келмейді. Енді қалай? Іздеу керек ая. Бірге іздейік. Ая, сен өзің құрастыра берші. Ал мен барып далаға ойнап келейін. Ойнап? Ойланып дегенім ғой. Мен далада ойланайын. Ал сен үйде ойлан, я? Қалай? Солай ая, ойланып таба бер. Мен кеттім, ойланам. Жарайды. Ақтөс. Ақтөсім менің. Міне. Жарайсың, Ақтөсім менің, жарайсың. Міне бұлай. Алақай, жасадым, жинадым. Ақтөс. Ая ғой. Ақтөс, сені неге шақырады? Ақтөс. Ая, не болды? Ақтөсті неге шақырдың? Мен Ақтөсті шақырған жоқпын. Ла-ла-ла. Ая, жұмбақтамай айтсаңшы. Мен Ақтөсті шақырған жоқпын. Ақтөс мұнда. Міне. Көрдің бе? Ақтөс. Ақтөс? Ақтөстің суреті ғой. Жарайсың ая. Айнымайды Ақтөстің өзі. Ау керемет қой ая. Ая, мен де жасайыншы, жинайыншы, а? Жарайды. Сен ойланып келген шығарсың. Жоқ ая, ойлана алмадым. Бірге ойланып, бірге шешкеніміз дұрыс болар. Әрине, бірге оңай болады. Олай болса, кірісейік. Бізде Ақтөс бар. Енді ая, біз көжекті жасауымыз керек. Міне, мынау сенің көжегіңнің құлақтары. Ол мына жерге. Мынау бұлай. Міне, көрдің бе? Мынау бұлай, ая. Міне, көшегім де дайын болды. Тату-тәтті достармыз, жақсылыққа құштармыз, даладан мен тербетеміз күнде біз. Ажырамыз біргеміз, бірге ойнап күлеміз,